Армысыздар, құрметті балқаштықтар, Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар, ақпараттар легімен таныстырушы мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Пайдаға жарамады, жақында ғана орнатылған пластиктен жасалған қоқыс жәшіктері жанып кетті. Қазір осы іске қатысты тергеу басталды. Сарапшылар қорытындысы: Ленин көшесіне төселген асфальт нормаға сай емес. Жаңа кадр. Балқашта мемлекеттік қызметкерлер мектебі ашылды. Олар Балқашта тәжірибеден өтіп, кейін жұмысқа қабылданады. Жақында ғана орнатылған пластиктен жасалған қоқыс жәшіктері жанып кетті. Оларды біреу әдейі өртегенге ұқсайды. Себебі қалдық салуға арналған контейнерлер бір емес, екі жерде өртенді. Это горит наша мусорка. Оқиға сенбі күні түнде тіркелді. Сағат 22:50-де төтенше жағдайлар қызметіне Мир көшесіндегі 22-ші үйдің артында қоқыс жәшіктерінің жанып жатқан туралы хабар түседі. Артынша 10 минуттан кейін Қазбекова көшесіндегі 9-ші үйдің жанындағы контейнерлердің қызыл жалынға оранғанын айтып тұрғындар тағы қоңырау шалған. Нәтижесінде екі мекен жайда пластиктен жасалған 6 қоқыс жәшігі өртеніп кетті. Қызыл жалын контейнерлерді ертіп жіберген. Енді олардың орнына металдан жасалған бұрынғылары қойылады. Факту горения пластиковых мусорных контейнеров. Бұл екі мекен жай бір-біріне жақын орналасқан. Қазір осы іске қатысты тергеу басталды. Өрттің нақты себебі анықталу үстінде. Жаңадан қойылған пластик контейнерлер міне осындай: шыны, қағаз, азық-түлік өнімдерінің қалдықтарын жеке сұрыптап салуға арналған. Біреуінің құны 125 мың теңге тұрады. Қалалық билік еуро үлгідегі қоқыс жәшіктерін жақында жөндеуден өткен аулаларға енді қоя бастаған еді. Алайда мұндай жағдайдан кейін ойларынан айнып қалған секілді. Қазіргі таңда басқада бізде әлі 6 аула бар жасалынып жатқан. Осы аулаларға қандай қоқыс жәшіктерін қою туралы ойланып бір шешім қабылдайтын боламыз. Полиция қызметкерлері 2 адамды өлтірді деген күдікпен іздестіріліп жатқан балқаштық тұрғынды табуға көмек сұрайды. Тәртіп сақшылары 1991 жылы туылған Руслан Алимбаевты әлі таба алмай жүр. Дерекке сүйенсек, күдіктінің бойы 180-185 сантиметр, шымыр денелі, шашы қара, қысқа, көздері қоңыр. Полиция қызметкерлері осы адамды көрген тұрғындардан 102 немесе 41639 нөміріне хабарласуын сұрайды. Еске сала кетсек, 29 қазан күні Балқаш станциясындағы жер үйлердің бірінен ерлі зайыптылардың денесі табылған болатын. Олар пышақ жарақатынан көз жұмған. Бұл қылмыстық іске Руслан Алимбаевтың қатысы болуы мүмкін, себебі ол сол үйде қонақта болған. Қазір ол күдікке ілініп іздестіріліп жатыр. Ленин көшесіне төселген асфальт нормаға сай емес. Қарағандылық сарапшылар осындай қорытынды шығарды. Мамандар жол бойынан талапқа сай келмейтін 50 жер тапқан. Соған байланысты мердігер компания кем-кетікті қайта түзеуге кірісті. Толығырақ келесі сюжетте. Ленин көшесіне асфальт төсеу аяқталмай жатып ақ, оның сапасы елдің наразылығын тудырды. Өйтпегендеше, төселгеніне 1 жыл емес, 1 ай өтпей жатып, асфальтта шұңқырлар пайда бола бастады. Тіпті кей жерлер үгітіліп қалды. Қазір мысал жасағандар вообще түк жасалған жоқ қой былай келгенде. Бұрынғы Ленинді дұрыс етсе. Әлі кольцларды, колодецтерді салған жоқ. Түнде видимости, ана бочкалар жөндеп көрінбейді, не отражательный, хотя бы лента приклеили. Сапасы өте нашар. Қалай осы солай? Көзге көрініп тұрған ақауды сөзбен емес, фактімен дәлелдеу үшін қала басшылары Қарағандыдан арнайы мамандар шақыртты. Жол сапасын тексерушілер асфальттың 6 жерінен сынама алды. Оның нәтижесі де белгілі. Сонымен айта кетсек, мердігерлер нені дұрыс жасамады, қай жерден қателік жіберген. Біріншіден, асфальттың тығыздығы мен суды сіңіру коэффициент көрсеткіштері сәйкес емес. Екіншіден, жол тегіс емес. Одан да өзге жол салу ережелері сақталмаған. Жолды тексеру жұмыстарын жүргізген болатын. Тексеру жұмыстарын барысында зертханалық тексеру жұмыстарында асфальт жабындысын, үстіңгі асфальт жабындысын санитарлық нормаларға сәйкес келмегені анықталды және судың көп жиналатыны анықталған болатын.
Одан бөлек экспертиза нәтижесі қайта жөндеуді қажет ететін 53 орынды анықтаған. Қазір мердігер компания сол жерлердегі жаңа асфальтты қырып, қайта төсеуге көшті. Нәтижесінде жол жамауға айналды. Иә, жол салушылармен жолымыз болмады. Тіпті сызып берген белгілеріне дейін өшіріліп қалды. Новый асфальт Ленина. Уже яма. Енді мердігер 25 қарашаға дейін шұңқырға айналған жерлерді жамап, басқа да ескертулерді ескеріп, қателіктерін түзеуі тиіс. Содан кейін тағы бір тексерістен өтеді. Егер оның нәтижесі бойынша жұмыстарынан қайтадан ақау шықса, жергілікті билік оларды сотқа бермек. Осылайша заң бойынша жазаламақ. Гүлшат Байтөкешова, Мұрат Болатбеков, Өркен Медиа. Нотариаттық әрекеттің жаңа түрі орындау жазбасы. Енді қарыз ақшаны қайтару үшін бұрынғыдай сотқа жүгінудің қажеті жоқ. Нотариусқа барып, орындау жазбасын алу жеткілікті. Бұл туралы қалалық сотта өткен жиында айтылды. Елімізде бұл норма 2016 жылдан бастап енгізілген. Алайда Балқаш қаласында енді қолданысқа енуде. Егер біреуге қарыз беріп, оны қайтара алмай жүрсеңіз, нотариус көмегіне жүгінсеңіз болады. Онда сізге заңды күші бар орындау жазбасын әзірлеп береді. Сол құжатпен сот орындаушысына бара аласыз. Мұндай мүмкіндікті жеке тұлғалар, коммуналдық мекемелер, банктер және микрокредиттік ұйымдар қолдана алады. Бұл процедура ақша мен уақытты үнемдейді. Орындау жазбасын рәсімдеу кезінде нотариус қызметіне 3000 теңге көлемінде ақы төлейсіз. Ал сотқа жүгінген жағдайда мемлекеттік баж салығының 1% немесе берешек соманың 3% төлеуге тура келеді. Нотариус құжатты бір күн ішінде дайындап берсе, сотта сіздің мәселеңізді шешуге бір ай уақыт кетеді. Что такое исполнительная надпись? Это распоряжение. Орындау жазбасы деген не? Бұл нотариустың борышкерден белгілі бір соманы немесе мүлікті өндіріп алу туралы үкімі. Нотариус көмегіне жүгіну үшін орындау жазбасы міндетті түрде мінсіз кейіпте болуы тиіс. Егер қандай да бір дау болса, онда мәселе тек сот арқылы шешіледі. Балқашта жас мемлекеттік қызметкерлер мектебі ашылады. Бүгін жаңа оқу орталығы өтініш қабылдауды бастап кетті. Бар жоғы 50 адам қабылданады. Олар 3-4 курс студенттері немесе жоғары білімі бар 18 бен 29 жас аралығындағы жастар болуы тиіс. Әсіресе жұмысы жүргендерге үлкен мүмкіндік. Кандидаттар алдымен тест тапсырып, Қазақстан Республикасының заңын білетіндігін дәлелдеуі тиіс. Егер бұл сыннан сүрінбей өтсе, онда Қарағанды қаласындағы мемлекеттік басқарма академиясында 3 күн оқиды. Бәрі тегін, кейін сертификат беріліп, жас маман тәжірибе жинақтау үшін Балқаш қаласындағы мемлекеттік органдарға жолданады. По специальности ограничений не имеет. Кандидаттардың мамандығы маңызды емес, ең бастысы жоғары білімі болса жеткілікті, немесе 3-4 курс студенті болуы тиіс. Олар Балқашта тәжірибеден өтіп, кейін жұмысқа қабылданады. Өтініштер осы аптаның соңына дейін рухани жаңғыру орталығында қабылданады. Кандидаттар жеке куәлігін, мекен-жай анықтамасын және сотталмағандығын дәлелдейтін құжат пен оқу орнынан немесе жұмысынан мінездеме мен түйіндемесін әкеліп өткізулері тиіс. Сейчас в данный момент прохожу практику. Қазір мемлекеттік қызмет және коррупцияға қарсы департаментте тәжірибеден өтіп жатырмын. Заңдардың барлығын жатқа білемін. Мемлекеттік қызметкер болу үшін тырысып жүрмін. Жүлдемен оралды. Қаламыздағы Абай атындағы нөмірі 2 лицей оқушысы алтын аман болды. Жаратылыстану математика пәндері бойынша өткен республикалық олимпиаданың қола жүлдегері атанды. Білімділер жарысы 13-16 қараша күндері Теміртау қаласында өтті. Бұл олимпиадаға еліміздің әр түкпірінен 161 оқушы қатысты. Республикалық додаға жолдама алу үшін әрқайсысы алдымен онлайн түрде тест тапсырып, кейін эссе жазған. Бұл сындардан сүрінбей өткендер соңғы турда физика, химия, математика және биология пәндері бойынша білімдерін сынады. Есепке жүйрік алтын аман болды. Математикадан 3-ші орын алды. 11-ші сынып оқушысын бұл жарысқа ұстаздары мен Қарағанды мемлекеттік университетінің мұғалімдері дайындаған. Бұл олимпиадаға біз қыркүйектің басынан бастап дайындалдық, күні түні дайындалдық. Осы лицей ұжымын алғысымды білдіремін. Осы уақытқа дейін осы 4 пәннің мұғалімі мені күні түні дайындады. Біздің лицеймен Каргу мұғалімдерінің арасында 5 жыл келісім шарт бар. Соның арқасында ол кісілер де бізге күні түні келіп, аптаның соңғы күндері келіп, мені жеке дайындады.
Металлмен алысып жүрген зауыт жұмыскерлері доппен алысты. Алғашқы қарамыстың алынғанына 80 жыл толуына орай демалыс күні волейболдан турнир өтті. Оған мыс балқыту цехының түрлі учаскесінен 6 команда қатысты. Чемпион атағы кімге бұйырды, оны келесі сюжеттен көрелік. Удачи вам, безопасной игры, чтобы никто нигде не повредил себя ничего. Қарамыстың 80 жылдығына арналған мерейтойлық турнир салтанатты түрде ашылды. Ойыншыларға сәттілік тілеуге Балқаш мыс зауыты кәсіподақ комитетінің жетекшілері келген. Басшылардың ізгі ниетінен кейін балқаштық студенттер мысшыларға арналған флешмобпен ортаға шықты. Анод цехының командасы денелерін қыздырып ойынға дайындалу үстінде. Әр аусымнан мықты деген ойыншылар іріктеліпті. Команда жеңіске жетуге ниетті. Жарысқа үлкен дайындықпен келген. Командамыз өзіміздің күнделікті ойнап жүрген балалар. Әр сменадан бірден, екіден жаңа жиналған. Біз анодның участоқтан жұмыстың тысы уақытында, жұмыстан кейінгі уақытта өзіміздегі физкультурно-оздоровительный комплексінің ішіне барып ойын ойнаймыз, сол ылғи дайындаламыз. Сол өмір бойы осы доптың соңындамыз. Мыс балқыту цехының жұмыскерлері 6 командаға бөлінді. Механиктер, энергетиктер, балқытушылар, слесарлар және тазартушылар барларын салып бірінші орынға таласты. По волейболу соревнования Турнир бір күнге созылады. Айналмалы жүйе бойынша қарсыласынан жеңілмеген командалар финалға шығады. Оған қоса, үздік жанкүйер, үздік шабуылшы, үздік ойыншы номинацияларының иегерлерін анықтаймыз. Бірнеше сағаттық ойыннан кейін турнир жеңімпаздары анықталды. Балқыту учаскесінің жұмыскерлері волейболды бәрінен жақсы ойнайтынын дәлелдеп чемпион атанды. Анод цехы күміс жүлдені еншіледі, ал қола мыс балқыту цехының механиктеріне бұйырды. Құшат Байтөкешова, Руслан Сепен, Көркен Медиа. Бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Біздің арна күн сайын кешкі 8-де қосулы болсын, ертеңде айтарымыз бар.